Сәлем, мынау әнді білесіңдер ғой? The Police тобының әні, авторы Стинг. Ол кезде топ тарайын деп жатыр. Онысы мейлі. Стингтің жеке өмірі бычты шығып жатыр, өйткені бірінші әйелмен қоштасу үстінде жағдайды бақыламай жатқанын біліп, кішкене ауыр тиеді оған, еш нәрсе істей алмайды да. Топпен де еш нәрсе істемей жатыр, әйелмен де еш нәрсе істей алмай жатыр. Содан бар ызасын әнге шығармақшы болады, содан ән туындайды. Әрбір жұтқан ауаңды, әрбір жасаған қадамыңды бәрін бақылап отырамын. Сондай бір сталкерлік ән жазады, бірақ топтағы гитарист, оның ішкі сезімі басқа, ол жұмсақ бір аранжировка жазады, сол әнге текст пен ән бір-біріне сәйкес келмей қалады. Бірақ әні де мықты, тексті да мықты. Стинг айтарын айтып алып кішкене өзіне келеді деген сияқты. Сөйтіп бір кезде байқай бастайды. Бұл әнді жұрт тойында қояды, жаңағы жастардың биі ретінде. Сосын радиода ең романтикалық, ең бір махаббатқа толы ән деп түрлі бір рейтингтерге сала бастайды оны. Сол Стингке қатты ұнамайды. Өйткені Стинг мүлдем басқа сезімдерді салған ішіне. Ауру адамның ойлары, ауру адамның ішкі сезімі деген сияқты. Бірақ содан кейін мақұл дейді, өйткені бұл әннің бірнеше нұсқасы шығып кетеді. Сосын P. Diddy'дің досы Notorious B.I.G. қайтыс болған кезде P. Diddy ұялмай сол әнді алып, үстінен рэп жазады. Айтпақшыдай, P. Diddy қазір білмеймін, қазір P. Diddy'дің жағдайы онша емес қой. Бұрын күніне $2000 төлеп тұрған екен Стингке осы әнді қолданған үшін. Сондықтан бұл ән Стингке көп ақша алып келді. Айтпақшы кезінде орыстардың P. Diddy Тимоти болғысы келген бір уақыт болды ғой, 2007-2008 жылдар. Сол кезде мен ойлағам, Ратмир Шишков қайтыс болған кезде Тимоти бір ән шығарады, сол әнде I'll be missing you деген сөз міндет түрде болады деп ойладым. Өйткені I'll be missing you сол жаңағы P. Diddy'дің жақын досының қайтыс болғанына арнаған әні. Және де Время лечит, and I know this is true. Мой брат, I'll be missing you.